Баланың психологиялық, физиологиялық ақаусыздығы, оның интеллектісінің өсуі, өмірлік дағдысының қалыптасуына әсер ететін ең алғашқы ұстазы ол ата-анасы. Сонымен бірге балалар ата-анасы арқылы осы өмірге үйірлесіп, қазақша айтқанда, осы өмірді тани бастайды. Сонымен бірге қарым-қатынас мәдениетінде ата-анасының қарым-қатынасына қарап, өзіне деген көзқарасына қарап үйренеді. Сондықтан да бұдан кейінгі жылдары біз тек қана ұстаздар қауымын ғана емес, ата-аналарды да осы бір бейресми мерекесімен құттықтауға тиіспіз деп ойлаймын. Қоғамда жиі айтылатын балалардың бойындағы тәуелділік, яғни психологиялық жақтан әлсіз болу, смартфонға немесе ойынға тәуелді болуы сияқты нұқсандар, жан жарақатына бейімділік, немесе қуыс кеуделік болмыстық жағынан, интеллектуалдық жағынан өзінің кім болатындығын, тіпті өмірде мән таба алмау, өзінің оқуын мәнмен жалғастыра алмау бүгінгі мектеп өміріндегі балалар үшін бұл өте үлкен мәселе болып отыр. Міне осындай бала бойындағы тұлғалық ақаулардың көбі ата-ананың ерте балалық шақ деп аталатын психологиялық кезеңде өзінің ұстаздық миссиясын дұрыс атқара алмауының кесірінен. Балапан ұядан нені көрсе соны ұшқанда соны іледі дейді ғой. Дәл осы мәселеге қатысты да бұл мақалдың астары бар деп айтуға толық негіз бар. Өйткені ата-ананың өз жанұясын мектеп деңгейіне көтере алмауының салдарынан ұрпақтың бойында осындай нұқсандар пайда болады. Өкініштісі, мектеп жасындағы кейбір балалардың өмірінде болып жатқан келеңсіздіктерді біз тек қана білім беру орындарымен, яғни бүгінгі таңдағы мектеп ұстаздарын кінәлаумен, мектепті кінәлаумен, мектептің бағдарламасын кінәлаумен көбірек айналысып жатырмыз. Ал керісінше ата-ананың да бұл мәселеде үлкен жауапкершілігі бар. Бұл жерде мен мектептің адвокаты болайын деп тұрған жоқпын. Мектептерде де ұрпақ тәрбиесінде жауапкершілік орасан екендігі шындық. Одан бүгінгі қазақ мектептері қашып құтыла алмасы анық. Дей тұрғанмен ата-ананың да жауапкершілігі бар екенін біз ескеруіміз керек. Мектеп жасындағы, кәмелет жасына толмаған балалардың өміріндегі қылмыс мәселесі, бейімділік, психологиялық әлсіздік мәселесі, физиологиялық нұқсандарына дейін осы ата-ананың бір шетінде жауапкершілігі бар екенін айтқымыз келеді. Тәрбие танымдары кітабы ата-аналардың осы бір жауапкершілігін терең сезінуге жетелейді. Яғни ата-ананы ұстаз ретінде қарастырып, бала тәрбиелеу ісін өнер деңгейіне көтеруге танымдық негіз болады. Ендеше кітапқа тапсырыс беріңіз. Және бұл видеоны кез келген ата-анаға, өздеріңіздің туыстарыңызға, жора жолдастарыңызға, қызметтестеріңізге жіберіп қоюды ұмытпаңыз.